Ассаляму алейкум, құрметті менің тыңдармандарым. Арнама хош келдіңіздер. Айюбтың алейхиссалям әйелі. Заты әйел көңілі нәзік болса да, тағдырынан алымай, болаттай бекемдік пен байсалдылық танытып, сабырмен шыдап бақты. Бұл қиссада тұрмысы қарапайым, жаны жомарт, сабырын сары алтынға айналдырған, оған құдіреті күшті Аллах тағала кереметі мен игілігін аямаған Айюб пайғамбардың әйелінің өмір жолы мен тіршілігі жайлы әңгімеленеді. Әңгіме ауыр сынаққа ұшыраған Айюб пайғамбарға қатысты өрбиді. Аллахтың ауыр сынағына түскен Айюб өмірінің біраз мерзімін тауқыметпен өткізеді. Тәпсір және тарих ғұламаларының айтуынша, ол өте дәулетті кісі тұғын. Аллах тағала оған көптеген нығмет тарту еткен. Оның аумақты жерлері, үйір-үйір малы және қызметкерлері, ірі-ірі сауда көздері болған. 7 ұл, 7 қыз перзент сүйген, дені сау, бақуатты кісі еді. Шын мәнінде Аллах оған деген нығметтерін аямаған еді. Сосын Аллах тағала оны төзімділікте өзінен кейінгілерге үлгі өнеге таныту үшін сынады. Өйткені ең көп сынаққа пайғамбарлар алынатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ең ауыр сынаққа түсушілер пайғамбарлар, сосын ізгілер, сосын сол секілділер және сол сияқты деген. Сөйтіп, Айюб үшін сынақ кезеңі басталады. Оның бар мал дүниесі таусылып, кембағалға айналады. Ұлдары мен қыздары бірінен соң бірі өлім құшады. Сосын Аллах оған ауыр бір дерт жіберді. Науқасы меңдеген Айюб жүре алмай қалады. Денесі шіріп, еті жидіп түсе бастайды. 2 жолдасы ғана алыстан сөйлесетін. Тіпті туған туыс, жақын дос жарандары да ат ізін салмай қояды. Осындай ауыр хәлде жатқан Айюб пайғамбардың жанында жастанса жастығы, таянса таяғы болып қалқайып, жалғыз жан жары ғана қалады. Тумысынан қарапайым, жаны жомарт, ұлы тұлғалы әйел ауыр сынақта жатқан күйеуін демеп, әрдайым қасынан табылады, ауыртпалығын бірге көтеріседі. Айюбқа Аллах тағаладан «Аяғыңмен теп» деген әмір келеді де, Айюб аяғымен жерді тепкенде атылып су шығады. Аллах оған бұл судан ішіп, жуынуды бұйырады. Сөйтіп, Айюб ауруынан құлан таза айығып, бұрынғы қалпына келеді. Оны көрген әйелі өз көзіне өзі сенбей, күйеуін танымай қалады. Осыдан соң Аллах тағала олардың бастарына түскен сынаққа көрсеткен сабырлылықтары үшін қиыншылықтарын өзінің рақымшылығымен алмастырып, жоғалтқан ұл қыздарының орнына басқа перзенттермен толтырды. Кейбір риуаяттарға сүйенсек, олардың балаларының саны 26-ға жеткен деген хабар айтылады. Олар қайтадан мол мал дүниеге ие болады. Көктен оларға қарымта нығметтер келді. Аллах тағала оған отбасылық игілігін де қайтарды. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах тағала онымен қоса әйелін де осындай үлкен сынақтағы зор шыдамдылығы үшін құрметтеп, оған жастық шағын қайтарды. Ол Айюбқа 26 ұл қыз туып берді деген. Аллах тағала біз оның тілегін қабыл алып, ондағы зиянды кетірдік. Әрі біздің алдымыздан мейірім, құлшылық етушілерге ескерту ретінде оған үй үшін және олармен бірге солар сияқтыны бердік деген. Достар, Асыл аналар кітабының кезекті аудионұсқасы көңілдеріңізден шықса, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау шапсе батырмасын басып қойсаңыздар, арнамның дамуына үлкен үлес қосқан болар едіңіз. Әрі Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын келесі видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.